Сәлем достар, бүгін сіздермен елдер заказға жасап жүрген банофи пай пирожныйсын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға ұндарымызды електен өткізіп саламыз, және разрыхлителімізді де електен өткізіп аламыз. Ал енді дәл осындай сары майымызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Сары майымыз мұздай болуы қажет. Сары майымызды теркадан өткізіп алғанымыздан кейін сахарный пудраны қамырымызға салып жақсылап қолымызбен илейтін боламыз. Ал енді жұмыртқамыздың 2 сарыуызын саламыз. Осы жерде көрсетілген заттардан басқа ештеңе қоспайтын боламыз. Қолымызбен жақсылап илеген кезде бізде дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды бірде жайып қолдансаңыздар да болады, немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа жіберсеңіздер де болады. Мен бірден қолданып кеттім. Пергамент қағазымызға кішкене ұн жағып алып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып алдым. Ал енді қамырларды дәл видеода көрсетілгендей етіп 4 бүктеп аламыз. Сіздер қалаған формаларыңызды қолдана аласыздар. Мен 26 диаметрлі дәл осындай форма қолданатын боламын. Формамызға жақсылап жайғастырып, қолымызбен барлық жерін бірдей етіп жайып алатын боламыз. Дәл осылай жыртылып кетеді, бірақ уайымдамаңыздар, қолымызбен барлығын бірдей етіп тегістеп жібереміз. Бұл қамырымыз аузымызға салғанда еріп кететін өте песочный қамыр болып шығады. Дәл осылай вилканың көмегімен тесіп алғаннан кейін қызып тұрған 180 градуста қызарып піскенге дейін пісіріп аламыз. Енді біздің қамырымыз пісіп дайын болғанға дейін кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сахарный пудра қажет болады. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Ал енді мен дәл осындай сливки қолданатын боламын. Сіздер қалған сливкилеріңізді қолдана аласыздар. Сливкимізді де салып, жақсылап крем болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қою, әдемі крем болады. Біздің қамырымыз да пісіп шықты. Ал енді вареный сгущенкамызды салып, барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Енді бізге 2-3 банан қажет болады. Банандарымызды дәл осылай ұсақтап, турап алып, вареный сгущенкаларымыздың бетіне қойып шығатын боламыз. Банандарымызды да қойып шықтық. Енді кремімізді дәл осылай опи пай тортының насадкасымен әдемілеп безендіретін боламыз. Сіздер қалаған насадкаларыңызды қолдана аласыздар. Әсемдік үшін мен осылай малиналар қолдандым, ал сіздер какао сеуіп қойсаңыздар да болады. Дайын пирожныйларымызды 1-2 сағатқа кремдері сіңгенге дейін тоңазытқышқа жібереміз. Содан кейін дастарханға тарсаңыздар болады. Өте дәмді және тез дайын болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, осы видеоға лайк басыңыздар. Және менің жаңадан шығатын видеоларым сіздің телефоныңызға SMS болып барып тұру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.